Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақ барлығы бірдей сумен қамтамасыз етілген бе деген тақырыпта болады. Мақсатқа жету үшін мынаны білуіміз қажет. Су ресурстары дегеніміз не? Дүние жүзінің су ресурстары қалай орналасқанын анықтайтын боламыз бүгінгі сабақта. Яғни сұрақ арқылы бастаймыз. Су ресурстары дегенімізді қалай түсінеміз? Сонымен қатар бізде жауапқа келіп тоқталатын боламыз. Су ресурстары дегеніміз ол тұрмыста, шаруашылықта пайдалануға жарамды және қолжетімді жер үсті және жер асты суларын айтамыз. Жер суға бай ма? Жер шары суға өте бай, бірақ сол судың бәрі адамзат үшін қолайлы әрі жарамды ма деген сұрақ бізде болады. Жердегі судың көп бөлігі тұзды, яғни дүниежүзілік мұхиттарда орналасқан. Тек 2,5% ғана тұщы су, оның өзі түгелдей қолжетімді емес. Судың адамзатқа жарамдылығы қандай? Судың көп мөлшері мұхиттарда, ал тұщы су негізінен мұздықтарда, жер асты суларында және өзендер, көлдерде шоғырланған. Адамзат тұтынған су көбінесе өзендер мен көлдердегі аз ғана үлесін алады. Судың жетімділігі қандай? Судың жетімділігі әр аймақта әртүрлі. Кейбір елдерде тұщы су мол болса, кейбір елдерде тапшылық байқалады. Сондықтан су ресурстарының орналасуына қарап елдердің сумен қамтамасыз етілуі деңгейі анықталады. Мысалы қараңыздар, мұхитта 96-да 5% тұзды су болса, жер асты сулары 68-де 10,7%, жер асты мұзды және тоңдық топырақтар арасында 69%-ды құрап тұрады. Келесі, тұщы су ресурстарымен қамтамасыз етілуі әлемдік саяси картаны пайдаланып, су ресурстарының көлемі жоғары ма, әлде төмен бе деген елдерді анықтайтын боламыз. Қараңыздар, дүние жүзіндегі су ресурстарына ең бай аймақ қай аймақ сіздердің ойыңызша? Сұрақ. Ал жауапқа келетін болсақ, дүние жүзіндегі су ресурстарына ең бай аймақ Азия, ал су ресурстарының ең аз мөлшері Австралия мен мұхит аралдарында орналасқан. Яғни Азияда су ресурстары көп шоғырланып кездесіп жатыр. Мысалы, бүкіл дүние жүзінде су ресурстары 41 болса, Еуропада 6-2, Азияда бізде 13-2. Біздің Қазақстан осы Азияда орналасқан. Африкада 4, ең аз бізде Австралия мен мұхитты аралдарда кездеседі. Бірақ жан басына шаққанда 56-5. Неге десеңіз, бұл жақта халық саны байланысты. Келесі бізде сұрақ, адамзат су ресурстарын қалай пайдалану қажет деген сұрақ бар. Яғни адамзат су ресурстарын қалай пайдалану қажет? Мына суреттегідей бізде тамшылатып суғару деген бар тұрмыс тіршілігінде. Мысалы, су ресурстары бұл адамның тұрмыс тіршілігі мен шаруашылықта қызметінде көбінесе пайдаланады. Оны өзендер, көлдер, жер асты суларынан және басқа жерлерден өзіне қолданып отырады. Енді су тіршіліктің негізі, сондықтан адамзат оны түрлі мақсаттарда пайдаланады. Тұрмыстық және тұрғылықты қажеттіліктерге адамдар суды күнделікті өмірде пайдалануға, ішуге, тамаққа және көптеген өнеркәсіптерге пайдаланады. Орта есеппен бір адам тәулігіне мысалы 150-300 литрге дейін су пайдаланады. 24 сағаттың ішінде бір адам. Келесі бізде ауыл шаруашылығына пайдалану бойынша келетін болсақ, шаруашылықта суды пайдалану, мысалы 70% ауыл шаруашылығында, өнеркәсіпте 13%, коммуналдық тұрмыстықта 10%, ал балық шаруашылықта, кеме қатынастарында 7% суды пайдаланады. Су өнеркәсіп саласында таптырмас ресурс. Машина, металл, химия өндірістерінде ол су еріткіш ретінде пайдаланады. Ал электр энергиясын өндіруде гидростанцияларда шикізатты өңдеу мен тазалау процесінде пайдаланады. Өнеркәсіпке жұмсалатын су көлемі барлық судың пайызы бізде 20%-ға жуықты құрайды. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта біз талдаймыз, су ресурстарына анықтама беретін боламыз. Неліктен Азияда су ресурстары өте бай, суды пайдалану жолдарын және келешекте қандай жағдайлар жасаймыз суды көбейту үшін, сақтау үшін деген сұраққа жауап жазамыз.